жаңағыдай ауруларға ем болатын Құран келді дейді. Ең бірінші не деді? Уағыз, екінші шипа, уахудан дейді. Үшінші қасиет, тура жол. Құранда не бар? Тура жол. Ол үшінші қасиет, сипаттамасы. Уарахматул лил муъминин. Енді ең төртіншісі не екен? Муъминдерге рахым дейді, мейірімділік. Қарап тұрсақ, Аллах Тағала бұл жерде Құранды мына төрт нәрсемен сипаттады. Құран, сендерге Құран жетті, мына төрт нәрсе алып келді сендерге Құран дейді. Ең бірінші не деді? Уағыз, мауайза дейді, насихат. Өйткені Құран бастан аяғына дейін ол насихат. Муъминдерге тура жолға түсем деген, тура жолды іздеймін. Осы ақыретте, бұл дүниеде ақыретте бақытты боламын дегенге бұл Құран тура нұсқау, насихат. Қалай тақуа болсам екен, қалай жүрегім тазасы екен дегенге бұл Құран насихат. Ең бірінші насихат дедік. Екіншісі шифа лима фи судур деп айтты Аллах Тағала. Екінші сипат. Біздің көкіректегі ауруларға, іштегі, жүректегі ауруларға бұл шифа екен. Құран бұл шифа екен. Жай ғана насихат емес, шифа болып келеді. Үшіншісі тура жол деп айтты. Үшінші қасиет. Төртіншісі не? Рахматул лил муъминин. Муъминдерге бұл рахым, Аллах Тағаланың мейірімділігі. Енді бұның әрқайсысы бір жеке-жеке тоқталсақ, өте бір маңызды мағына жатыр. Енді бұл басынан бастасақ, мысалы, адам рухы дене үшін жаратылған. Денені рух үшін жаратылған. Олар бір-бірі үшін жаратылған. Бір-біріне тартылады. Бір-біріне. Рухты ала дене үшін. Рух өзімен өзі не істей алмайды, өмір сүре алмайды. Жаңағыдай біз білетін өмір сүре алмайды. Ол денеге ену керек. Сол кезде ғана ол ақиқат өмір сүреді. Рух. Енді үш жаратылыс бар жалпы. Үш жаратылыс бар. Періште, хайван, екі ортасында адам. Періште, хайван, екі ортасында адам екен. Періштелер, бұлар сондай жаратылыс, ешбір жаңағы қажетке, ешбір адам қажет ететін, хайвандар қажет ететін қажеттерге мұқтаж емес. Және бұлар сондай ақылақ, жаман ақылақ мінезден, жаңағы күнәлардан бұлар пәк болып келеді, періштелер. Бұлар жоғарғы жаратылыстар. Бұлар пәк болып келеді. Бұларда нәпсі жоқ, нәпсі қалаулар жоқ бұларда, періштелердің. Ең соңғысы дейді, бұлар хайвандар дейді. Бұлар ана періштелердің несі тура қарама-қарсы екен. Бұларда тек не бар? Қажет жаңа нәпсі қалаулар бар. Тек нәпсі қалаулар. Мысалы, жейтін алда, жемейтін артта дейді, хайвандардың сондай. Оларға мына дүниенің бір әсемділігі, мағынасы, мән мағынасы ешқандай несімес, маңызды емес. Олар тек не істейді, жаңағы нәпсі қажеттілігі. Періштелерде ондай несі жоқ. Олар хайванның несі тұп-тура қарама-қарсы. Оларда мүлдем нәпсі қажеттіліктері жоқ. Көрдіңіздер. Енді адам дейді. Екі ортасынан түсіп қалды екен адам, қарасаңыз. Адам екі ортасынан түсіп қалды. Адамда екеуі де бар. Періштенің қасиеттері де, хайванның қасиеттері де бар. Ол сол тура жолды ұстанса, тура ортасымен жүретін болса, ол нағыз адам болады. Көрдіңіздер. Ал енді тіпті әулие болып кететін болса, бүткіл қажеттерінен нәпсісін тиіп, өзін тәрбиелеп, ол не ғылым мына жаққа жақын болып кетеді екен, жаңағы періште жаққа жақын болып кетеді екен. Сол үшін жаңағы айтады ғой, әулиелер, бұлар періште секілді деп жаңағы айтады. Неге жақын болып кетеді? Мына періште сияқты болып кетеді. Сондықтан бұл жердің тағы бір айтып кететін нәрсесі бар. Адам әрқашанда бұл ортада бола бермейді екен. Адам құбылмалы болғандықтан не мына жаққа ауады,
не хайуанға жаққан. Яғни ол қалай десек, хайуандарда айттық қой, тек қана жаңағында не бар? Нәпсі қалаулар бар. Енді адам сол нәпсі қалауларына ере беретін болса, нәпсі қалауларын жасай беретін болса, ойына келгенін істей беретін болатын болса, ол нәпсі деген жаңағыдай қалады деп оны жасай беріп, күнә істей келіп тұрып, ол күнәні жасай беретін болатын болса, ол не қолы неге жақын болып кетеді екен? Хайуан жаңағыдай жаратылысқа жақын болып кетеді екен. Яғни оның келген жаңағыдай өзінің бойында хайуандық қасиеттер ауып кетеді екен. Хайуандық қасиеттер, мысалы, хайуанда ешқашанда бір бөлісу деген нәрсе жоқ қой, мысалы, дұрыс па? Мен мынау жақыным, мен бауырым екен, мен өзім қарным ашып тұрса да болған жарты етімді берейін деген хайуанда ешқандай жоқ қой. Қасқырдың аты қасқыр, мысалы, жыртқыштың аты жыртқыш, мен десем менікі деп ғана олар өзіне ғана бәрін аулайды, бәрін өзі ғана үшін ғана істейді. Сол сияқты адам да сондай. Егер өзінің нәпсісін тиіп, нәпсісін тәрбиелеп тұрмаса, сондай қасиет адамда да пайда болады екен. Өзім ғана, мен басқасын істеймін дейді жаңағыдай. Маған басқасы қызықтырмайды. Өзім ғана тойып, өзім ғана жүрсем, өзім ғана өмір сүрсем болды. Басқаның өмірі маған ешбір қызықтырмайды. Деп жаңағыдай не істейді, осындай қасиет кіріп кетеді. Не үшін? Өйткені нәпсісіне кішкене беріп қойған үшін мына жаққа алып кетеді. Сондықтан ғой жаңағыдай нәпсіні тежеп жүру, нәпсіні әрқашанда қолда бақылауда ұстау, бұл өте маңызды. Енді оразаның да сондай қасиеті сондай. Ораза жаңағыдай нәпсіні кішкене тежеуге көмектеседі. Бұл нәпсімен күрес өмірдің соңына дейін жалғасады. Сондықтан да адам деген жаңағыдай өмірдің соңына дейін бұл нәпсі күресі жалғасады. Ешқашанда ойламау керек. Мен өзімнің қалаған істеймін, қалаған жеңіліп жаңағыдай нәпсі қалауын істей бермеу керек. Енді басында жаңа бастадық, рух бар және адам денесі бар. Енді мына рух дейді, ғалымдар айтады, мына адам денесіне енген кезде ең бірінші осы мына адамда 5 сезімтал мүшелер бар. Адамда 5 сезімтал мүше. Осы 5 сезімтал мүшесі арқылы рух осы әлемді таниды, мына әлемді. Әлемді танып, мына әлемнен не алады? Ләззат алады. Мына 5 сезімтал мүшемен. Ең бірінші ол көз. Көзден көреді, сол көргеніне ұмтылады. Екіншісі құлақпен осы әлемді естиді. Үшіншісі мұрын сезеді, тіл дәмін сезеді. Және де бесіншісі жаңағыдай сезім мүшелері. Тиеді, қатты, жұмсақ екендігін бәрін түсінеді. Ақыл әлі келмеген адам дүниеге келе салып, осы 5 мүшемен ғана дүниені таниды. Осы 5 мүшемен ғана істейді, осы өмірдің ләззатын алады. Енді өмірдің соңына дейін адам осы 5 мүшемен өмірден не алады? Өмірдің жаңағы қызығын көреді, өмірдің ләззатын алады, ләззатын татады дегендей осы 5 мүшемен өмірдің соңына дейін. Қарап тұрсақ, ақыл әлі келген жоқ. Енді кішкентай бала, мысалы, ақ пен қараны ажырату үшін балиғат деп айтады ма? Балиғат жасқа жету керек. Сол кезде ғана ол ақ пен қараны ажырата бастайды. Жаңағыдай кейбіреулер ақ пен қараны ажыратса да, хақ пен батылды, жалған мен шындықты ажыратамай жүреді әлі де. Оған әлі де уақыт керек, көрдіңіз бе? Оның бәрі кейін келіп жатады. Ауадан бұрын мыналар келіп қойды. Сол үшін бұлар ең бірінші адам осы қабілет адамға келгендіктен, осы қабілетпен дүниені танығандықтан, осы нәрселерге адам бауыр басып қалды. Көрдіңіз бе? Нәпсі нелеріне, жаңағыдай нәпсі дүниеден осы 5 мүшемен ләззат алады. Сондықтан бауыр басып қалады екен. Дүниеге деген тез үйреніп қалады. Адам деген жаңағыдай дүниені жайбарақат өміріне тез үйреніп қалуда осы себеп екен. Көрдіңіз бе? Ақыл содан кейін кеш келіп тұр. Сол себепті ақыл кеш келгендіктен оған дейін адамда жаңағыдай жан дүниесінде ақида, яғни сенімі, ақылақ мінезі қалыптасып қояды екен. Көрдіңіз бе? Қалыптасып қояды.
бір ақылақ мінез, енді әр адам өзі ақылақ мінез бар ғой, ақылақ мінез қалыптасып қояды. Сол себепті жаңағыдай ол ақыл келгенше, ақ пен қараны ажырата білгенше, оның сенімі де дұрыс емес болып қалыптасуы мүмкін. Оның ақылағы да бұзылып кетуі мүмкін. Яғни ақылақ деген мінез құлқы бұзылып кетуі мүмкін. Көрдіңіздер? Енді қараңыздар. Біз жаңа Құран не істедік, не дедік? Насихат деп айттық. Насихат. Осы кезде дейді жаңағыдай адам осындай ақылағы бұзылғаннан кейін, сен дұрыс емес сенің қалыптасқаннан кейін, бұл нәрселер ауру болып келеді екен жүректің. Дұрыс емес ақылақ, дұрыс емес сенім, бұл жүрек аурулары. Жүрек аурулары. Бұл жүрек аурулары өте қауіпті. Ақыретте бұл жүрек аурулар неге апарады? Аллах тағаланың азабына душар етеді. Сондықтан не керек? Бұған шипа керек. Бұл жүрек ауруларына шипа керек. Енді бұл мысал келтіруге болады. Дәрігер, жаңағы өзінің алдындағы пациентті оны емдеу үшін 4 кезеңмен емдейді екен. 4 кезеңмен емдейді. Ең бірінші дәрігерге келген жаңағы дәрігер келеді пациентқа, немесе пациент келеді, дәрігер пациент қалай айтады? Қазақша? Науқас жаңағыдай дәрігерге келген кезде дәрігер ең бірінші оған не береді жаңағы? Насихат айтады. Насихат деген өсиет. Енді сен ауру екенсің, ол белгілі болды. Сен енді осындай жаңағыдай тағамдарды жеме. Тек ең бірінші оны ішке қабылдау нелерін жаңағыдай көрінген нәрсені жіберуді содан тияды. Бұл солай ғой. Ауру адамға ең бірінші саған осындай нәрселерді жеуге болмайды. Ол нәрселер сенің ауруыңды күшейтіп жатыр. Ең бірінші сен осыдан тыйыл дейді. Құран да сондай. Біз айттық, Құран не болып келді деді? Уағыз, насихат ретінде келді деді. Ең бірінші Құран уағыз, насихат қылады. Көрдіңіздер? Уағыз, насихат, тақуалыққа шақырады, күнәдан тыяды, уағыз, насихат етіп жатыр. Құран басынан соңына дейін уағыз, насихат. Көрдіңіздер? Бірінші сөйтіп дәрігер науқасқа сөйтіп не берді? Нұсқаулар берді. Сен жеме деді. Осындай диета ұста деді. Екінші кезең басталды. Екінші кезеңде Құраннан жаңа айттық қой, уағыз, насихат. Екіншісі шипа. Неге мына жүректерге шипа деп келді Аллах тағала. Екіншісі Құранның сипаты ол шипа екен. Енді қараңыз, дәрігер нұсқаулар берген кезде оған айтады. Енді сен мына сырт келбетіңді жаңағыдай ішке қабылдау нәрселерден тыйылдың. Енді біз екінші кезеңді бастаймыз. Мен саған мына дәрілерді беремін. Мынаны іш дейді. Мынаны ішесің, осындай. Сен ішінде тазартады. Ішіндегі аурулармен күреседі деп, осы екінші кезеңде не береді? Дәрі береді. Әлгі жаңағыдай дәрігер. Енді Құран да сондай. Пайғамбарлар ең бірінші уағыз, насихат қылады ғой. Айтады, күнәлардан тыйыл деп пайғамбарлар келеді. Ширк қосудан тыйыл, Аллаға ширк қосудан, дұрыс емес ақидадан тыяды. Көрдіңіздер? Ақылақ мінезден, тәкаппарлықтан, менмендіктен, жаңағыдай сондай ақылақ, жаман ақылақтардан ең бірінші пайғамбарлар соны тиіп ескертіп келеді. Екінші кезеңде пайғамбарлар айтады, енді сен өзің бойындағы дұрыс емес мінезбен күресу керексің деп айтады. Одан арылу керексің деп айтады. Дұрыс па? Өз бойындағы адам нелерден жаңағыдай дұрыс емес сипаттардан арылу керек. Тәкаппарлық сипат болсын, көзбояушылық, рия сипаттардан. Солардан пайғамбарлар сонымен ендігі кезеңде айтады. Бүткіл пайғамбарлар өзінің үмметіне осылай насихат қылады. Бірінші уағыз, екінші айтады жаңағыдай өз бойындағы жаман қасиеттерден арылу керек. Ақылақ мінез керек деп айтады. Ақылақ мінез, көркем мінез, осыны бойына жинау керексің деп айтады пайғамбарлар. Көрдіңіздер? Ең бірінші сырт келбетін жөні, сен күнәдан тыйыл, жаңағыдай харам нәрсеге барма, харам нәрсені қолданба, болды. Екінші кезінде ішіне кірісті. Көрдіңіздер? Ішін тазартып жатыр. Оның ішіндегі сол жаңа жүрегіндегі аурулар бар. Сонымен күрес дейді. Ол екінші кезеңдегі енді ауру адам өзі талпынады екен. Не істейді?
өзі тырысады, өзі соған күш жігер жұмсайды. Өйткені енді ішінде бір ауру бар, оны тек насихатпен ғана істемейді, құлақпен кіріп, құлақпен естумен ғана онымен құтыламайды. Өзі сонымен күреседі, өзі соны талпынады. Сол секілді мына дәрігерді дәрі береді, мынау сенің ішіндегі ауруларды шығарады дейді. Көрдіңіз, бұл екінші кезең. Пайғамбарларда сондай, жаңағыдай сырт келбетін түзейді, екінші ішін түзейді. Енді үшінші кезең не дедік? Құранның үшінші сипаты худа дейді, тура жол дейді. Тура жол, үшінші кезең енді тура жол. Енді бұл тура жол деген мына алғашқы екі қасиет үшін екі қасиетсіз болмайды екен. Екі қасиетсіз тура жол болмайды. Біріншісі пайғамбарлар уағызда насихат қылды, екіншісі оның ішіндегі бүткіл нелерін тазартты. Жаңағындай тазарт деді, арыл деді. Ол бүткіл ішіндегі аурулардан арылды, тәкаппарлық, рия, дұрыс емес ақидадан арылды. Содан кейін барып тура жол келеді екен оған. Тура жол деген ол не? Ол бір жарық іспетті дейді. Әлгі ішіндегі аурулар тұрған кезде ол жарық түспейді. Бірінші ауруларды шығару керек. Содан кейін барып ішіне адамның көкейіне жарық түседі. Ол жарық не екен? Жаңағы тура жол. Бүткіл аурулардан арылғаннан кейін ғана ол барып тура жолды көре алады. Мына ислам діні хақ екен, намаз оқу хақ екен, оразаны да жаңағыдай тек қана демек емес пайдасы, рухани да пайдасы бар екен, ақиретімізге де пайдасы бар екен деп не істейді? Сол жаңағыдай ақиқатты көре бастайды. Өйткені іші сырты тазарды, ол дайын. Ақиқатты қабыл етуге дайын екен. Көрдіңіздер, үшінші кезең, сол кезде ғана бар Құран ол адамға тура жол болып келеді екен. Сол кезде ғана бұл Құранды ашқан кезде оны түсінеді екен, бұл Құран тура жолға бастайтын кітап екен ғой деп. Сол кезде ғана түсінеді. Ал алғашқы екеуі түсіне алмайды. Бұл ертегі деп айтады. Өйткені Құранда аяттар бар. Жаңағы мүшриктер пайғамбарларға айтқан, сен мына оқып жатқан бұрынғы өткен замандағы ертек. Жаңа тозақ ол не? Ол ертек. Ол адам өз ойынан шығарған ертек деп айтады. Өйткені олар тазармаған. Көрдіңіздер? Енді үшінші кезең ол не? Жаңағыдай тура жол. Төртінші кезең бар екен. Ол рахматун лил муъминин дейді. Құранның төртінші сипаты мүминдерге рахмат дейді. Рахмат. Енді адам өз ішіне мына нұрды қабыл етті. Іші тазарды, ішіне нұр келді, жарық келді. Яғни нұр жарық деген ол тура жол. Сол нұрын басқаларға да шаша бастайды екен. Істейді екен, айналасына сол нұрды шаша бастайды. Ол нұр кімдерге пайдалы дейді? Мүминдерге пайдалы деп айтады Құранда. Рахматун лил муъминин. Бұл Құранның төртінші қасиеті. Мүминдерге Құран рахмет болып келеді. Рахмет болып келеді. Бұл қалай деп түсінсек болады? Неге мүминдерге? Неге кәпірлерге емес? Өйткені пайғамбарлар ол сол нұрын шашты кімдерге? Мүминдерге. Мүминдер ғана нұрын қабыл етті. Кәпірлер қабыл еткен жоқ. Бірақ нұр шашылды ғой. Неге кәпірлер қабыл етпейді? Өйткені олар бет бұрды. Мысалына күн дейді, күн. Біз күнге қараған кезде жүзіміз ағарады ғой, нұр болады, дұрыс па? Күннен бас тартатын болсақ, көлеңке болып қалады. Кәпірлер де сондай, пайғамбарлардан келген нұрдан, олар Алла тарапынан келген нұрдан олар бет бұрды. Сол үшін олар тура жолда болған жоқ. Мүминдер ғана, сахабалар ғана не істеді? Пайғамбарымызға хаққа қаратай бет бұрды. Сол нұрды қабыл етті. Көрдіңіздер? Осы төрт қасиет екен. Міне бұл Құранның сіздер мен бізге беретін төрт жаңағыдай қасиеті, төрт пайдасы. Енді пайғамбарымыз саласы бір хадис. Пайғамбарымыз саласы бір өзінің қасиетті сөзін айтады. فَعَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ مَدَبَّةُ اللَّهِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُمْ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ مَدَبَّةِ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, Құранды ұстаныңдар дейді. Құранмен амал етіңдер, өйткені бұл Құран Аллах Тағаланың дастарханы дейді. Аллах Тағаланың дастарханы жайып қойған, және де дастарханын кімге жаяды? Қонақтарға жаяды. Демек
қонақтарды шақырған кезде дастархан жайылады, дұрыс па? Ал енді әдетте адам қонақтарды шақырған кезде ол дастарханға ең тәтті тағамдарды қояды. Ол қонақтардың ең жақсы көретін тағамдарды жаяды ол дастарханға. Сөйтіп әшекейлеп, үйін жинап, сөйтіп жаңағы содан кейін барып істейді, сол дастарханға шақырады. Құранда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дастархан деп жатыр. Аллах тағаланың дастарханы. Аллах тағаланың дастарханы. Егер бұл біз білетін дастархан ағзамыздың жаңағы бір тәніміздің ағзасы болса, тәніміздің ағзасы. Бұл Құран жанымыздың ағзасы екен. Көрдіңіз? Аллах тағала шақырып отыр жанымыздың ағзасын алуға. Жанымыз шипа, жаңағыдай дерттен арылып шипаға кенелу үшін Аллах тағала өзінің осындай рухани дастарханына шақырып отыр. Көрдіңіз? Ол Құранды дастарханмен теңестіріп жатыр. Сол үшін сол дастарханнан, Құран дастарханынан біз алу үшін, одан пайда алу үшін не керек екен? Ілім керек екен. Ілім. Біз ол ілімсіз ол дастарханнан толық не аламайды екенбіз, пайда аламайды екенбіз. Сол үшін ең бірінші Құранды толық пайда алу үшін үйренуіміз керек, сөздерін үйренуіміз керек, ол жерде айтып жатқан мағынасында оқуымыз керек. Сол кезде ғана ол дастарханнан біз рухани пайда ала алады екенбіз. Сондықтан да Аллах тағала осы Рамазан айымызды жалпы өміріміздің соңына дейін сол Құран дастарханынан нәр алу үшін Алла бізге тауфиқ берсін, жанымызды алла тазартсын. Біздің енді өміріміздің соңына дейін біздің ең бірінші мақсатымыз сол. Неге ғұмырымыз сол Құран дастарханынан көп пайда алып кету, ақыретімізге көп содан азық алып кету. Өйткені сол Құран дастарханының азығын біз мәңгі жейтінбіз. Бұл дүниенің дастарханының азығынан біз сол сәтте барамыз да, тойып аламыз да, кейін шығып кетеміз. Ертеңгі күні қарын ашқаннан кейін сол дастарханды аңсап отырамыз. Кешегі дастархандай деп, жаңағыдай кешегі тәттілерді деп үйдегі өзіміздің қараман немізді суымыз ішіп отырған кезде аңсап отырамыз. Бірақ Құран дастарханы ондай емес екен. Кімде-кім ол дастарханнан алатын болса, оның азығы мәңгі жейді. Оның азығы ләззат мәңгі көреді, ол қияметте екен. Сондықтан осыған біздің керек, көңіл бөліміз керек. Құрметті жамағат, субханаллахи ва бихамдихи, ашһаду ан ла илаха илlallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.